Сары табақтан сарқыт қайтар. Шу өзенінің жайылымынан арғын мен үйсін рулары таласып, дауға арғын жағынан тобықты Құнанбай, үйсін жағынан ысты Бақтыбайдың баласы 14 жасар Сары Әжібек шығады. Баланы көргенде сөйлеуге менсінбей Құнанбай, ата тұрып бала сөйлегеннен без, бай тұрып қатын сөйлегеннен без деуші еді. Қарсы отырған мына бір бейәдеп балаң кім дейді. Сонда Сары Әжібек шешен былай депті: мен ұлы жүздің белгілі сарысымын, Бақтыбайдың маңдайындағы дәрісімін. Маңдайымның бағы бар, таңдайымның дағы бар. Ал сіз өзіңіздің кім екеніңізді білесіз бе? Не арғын емес, не найман емес, ат төбелінде тобықтылығың тағы бар. Он көзіңнің ағы бар. Сен дуанбасы болып билік айтқанда, менің үйсіннің сөзін айтпайтын не кемдігім бар? Құнанбай сөзден тосылып, қой асығы қолына жақсы саққа тұт, бала да болса ақылы асса аға тұт деуші еді. Бала сөзіңе қандым, енді ағалық билігіңді айт деген екен. Сары табақтан сарқыт қайтар. Билігін маған берсең, бәрін бауырыма тартпайын. Шу өзенінің сол жағын үйсін, оң жағын арғын жайласын деп төрелік айтыпты Әжібек.